Халдун айтады, мынау географиялық сенің позицияңа қарап сенің затың шығады дейді да. Сондықтан да мына ыстық жерлерде қылжақ бастап жүретіндер сол дейді да. Анау әйел кісі біреудің баласын емізуден бұрын міндетті түрде өзінің күйеуімен бір ауыз ақылдасып, мен пәленшінің баласын емізейін деп жатырмын, қалай қарайсыз деп. Өйткені әке сол отбасының несі, отағасы иесі есептеледі. перзентханаға емізетін адамдар абай болу керек өте. Өйткені ертеңгісін бір-бірінің баласын емізіп жіберген кезде, ертеңгісін балалар үйленіп жатса, бұл кәдімгідей туған бауырлар үйленіп жатқан сияқты сондай нәрсе болады да. Бұл харам. Я мысайлау, қойш па, пожалуйста, қойш деп айтады. Сен де білесің, мен де білемін, осы пайғамбарымыз деген деп айтады дейді. Кейбіреулері пайғамбарымыз салсын көкірек жарылу оқиғасында қалайша болады, қалайша адамның жүрегін шығарып алады да, жаңағы шайтан үлесін алып тастайды. Олай оңай болатын болса, любой адам неге барып жүректерін кесіп, үлесін алып тастап, шайтан азғырмай жүре бермей ме деген сияқты уәждер айтады. Құрметті көрермендер, Алла сәтін салса, подкастымыздың орта тұсында сіздермен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянында орын алған және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болашақтан хабар берген үлкен мұғжизалардың бірі Уммул Харам анамыздың оқиғасын баяндайтын боламыз. Және сол жерге тоқтап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол әйелдің ашық теңізге шығатындығын және сол әйелдің болашақ не нәрсе күтіп тұрғандығын қалай баяндайды және уақыттың өтуімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйіншілеген хабары қалай іске асады, соны сіздермен таныстыратын боламыз. Сол себепті құрметті көрермендер, осы подкастты көріп ортасында болатын видеолар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұрын соңды естімеген жаңа мұғжизасымен иншалла танысатын боласыздар. Нұржан ұстаз, білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туылғаннан кейін сол арабтарда, әсіресе Құрайш халқында балаларын ауылды жерге жіберіп тәрбиелеу процесі орын алған. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туылғаннан кейін алыстан келген шөл даладан Халима анамыз алып кетеді. Енді осы процесс орын алады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмірбаянында. Енді біз осы Алла елшісінің ауылды жерде жетілуінің бір хикметтерін баяндап өтсек. Өйткені баршамызға белгілі болғандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сол жаққа барып жетілуінде бекер нәрсе емес, Алла соны қалады. Кейін осының бір хикметтері мен ғибраттары жайлы сөз қозғасақ. Енді бәке қалай айтсам болады, негізі бұл жерде енді екі мәселені қарау керек болып тұр. Бірінші мына ридоа бар, сам по себе важный нәрсе, үлкен. Өйткені Алла Тағала бір нәрсені зікір қылатын болса, Құранда оның маңыздылығын көрсетеді. Негізі өйткені мынау Құран кәуни ережелер ішінде, енді кәуни әңгімелер, соның ішінде 600 беттік Құран ба, соның ішінде фисол туралы әңгіме айтылу, және ол екі жерде егені хаулайни кәмилайни деп келеді. Содан жүкті болуы және оны емізуі хамлуху ва фисолуху саласуна шахра. Енді осы жерде екі жерде қарашы, саған айтады, саған баян етеді. Негізі мына шариаттың ішінде таабуди деген нәрсе болады да. Таабуди дегеніміз не? Мысалы, ақылдың өзінің істейтін махалдары болады да. Істейтін жерлер болады да. Ақылдың қатайы беретін жер болады негізі. Қатайы бұл қай жерде деген кезде бұл хориджу шариат. Хориджу дайр шариат да. Шариаттың сыртында Алланы табу да қатай істейді. Бірақ Алланың шариаттың ішіне кіргеннен кейін ақылың айтады, так, тұра тұр дейді. Полностью істемейді дейді. Ол не деген айтқым келіп отқан? Айтқым келіп отқан жігіттер негізі мынау тахдидул адад, айям, каммия бар ғой, бар ма? Анау бір уақытты, мезгілді, мөлшерді шариатта бұл таабуди деп аталады. Таабуди дегеніміз бұлар қиясқа салмайды. Неге 3 рет, неге 5 рет, неге 5 күн деген әңгіме айтылмайды да. Ақылға қонымсыз. То есть Алла біледі деп тұр ғой, короче. Енді осы жерде Алла Тағала өзінің ілімінен нұсқауы саған баян етіп одан есе жігіттер бұл сам по себе ридоаның үлкен мекенде екенін айтады да. Алла Тағала өзіне бір ниспа қылатын болса, мысалы Байтулла деген бар, мысалы Байтулла деген кезде мешітті, мысалы Каабаны басқа байтардан қарап жоғары қылады. Өйткені идофату илаллахи тағала юширу иля шарафи хазал макан дейді. Жаңағы мекеннің шарапатынан нұсқайды деп. Сондықтан да жігіттер маңызды ридоа. Сондықтан да бұл емізу процесі пайғамбардың мойнынан үлкен бір кәдімгі үрдіс ретінде өту маңызды болды деп ойлаймын. Халима анамызға беріп. Одан кейін екінші жаңа бағана айтқандай, Ибн Халдун мұқаддима кітабында айтады.
негізі оны хальманауды алып кетті ғой, иә. Не ғой анау бәди не деп еді, рустақ дейді, расатих па, далалық қаланың сыртындағы жерлер ғой, ареф. иә. Сол кезде алып кеткен кезде неге ондай жерге барылды деймін да, негізі. Барын Нұрекең айтып отыр, негізі ол Ибн Халдун да айтып отыр да. Мәселе бұл жерде негізі мекен көп нәрсе береді екен. Ибн Халдун айтады, мынау географиялық сенің позицияңа қарап, сенің затың шығады дейді да. Сондықтан да мына ыстық жерлерде қылжақ бастап жүретіндер сол дейді да. Анау неге, өйткені ана күннің несі, ауаның жұмсақ болуы, ана әбден жеңіл барады дейді да, миға, неге информацияның келуі. Ал анау суық жерлерде тұратындар суырып жүреді ғой, сөйтіп қаһарлы болып жүреді ғой. Солардың сөйтіп қаһарлы болып жүруі мәселен неден дейді да, жаңағы ауа мекеннен дейді. Иә. Содан тамақпен не воздух әсер етеді дейді адамға. Сондықтан да мына ауылды жерлерде тұратындардың зәки болып, не болмаса физически дұрыс болып тұруы дейді, бұл негізі сол мекенге байланыстығын айтады да. Енді бұл неге қарайтын болсақ, жаңағы талдауға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Халиманың негізі ауылына барып кәдімгі жайлауда жүруі, ауыл ғой, короче, ауыл ғой, короче, сол жерде демалып жүруі, бұл маңызды нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл мархананың бәрінің өтуі жалпы біздің қазіргі уақыттағы бала тәрбие мәселесіне өте маңызды деп ойлаймын да. Действительно сол бір ауылда барып жіберіп тұру мекен. Бізде өзім болатын, негізі ауылға барған кезде әйбет болып келесің ғой, күнге келіп ойнайсың ғой, действительно. Сондай нәрселер маңызды деп ойлаймын да. Кейін тағы да бір хикметтердің бірі ретінде айтылатын нәрсесі, өйткені білсеңіздер, мына ауылды жерлерде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден неге кетті ғой, ауылды жерлерге. Қазіргі күнде де солай. Қалаға қарағанда ауылды жерлерде Алла Тағаланың ая кәуния бар ғой. Алла Тағаланың белгілері, жұлдыз, аспан, қыр, дала, оған қарап Аллаға, яғни тафаккурға, ойлануға, ой жүгіртуге негізі ыңғайлы. Алла. Негізі. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болудан бұрын да неге хайрағарына кетіп қалады ғой. Яғни сол ауылды жерлерге бару, яғни бұл кішкентай кезінде емес, жалпы айтам. Ауылды жерлерге барып тұрудың тағы да бір пайдалары, сол Алланың қазіргі қалада тұрған көпшілігіміз махрум болып қалған, яғни көпшілігіміз пайдаланбай жүрген үлкен нығметтердің бірі бұл Алла Тағаланың жаратқан жұлдыздары, ай, күн, сол сияқты үлкен бір муъжизаларын көрмей қаламыз. Рас қой, қазіргі қалада мысалы көрмейсің. Ал ауылға барсаң, сол нәрселерді көрген кезде сенің Алланың қаншалықты ұлы екенін көресің. Мысалы мен Шымкенттен өткен жолы келе жатқанда түнде жүрдік. Немесе басқа кездерде де, әсіресе мына жаз, көктем кездерінде аспанда бұлт болмаған кезде бар ғой. Сол қыр жерлерден жүрген кезде аспанға қарасаң, мынау мә халақта хәза батила. Яғни мынаны сен бекерге жаратпағансың ғой. Яғни босқа бұндай әлем, бұндай жұлдыздар, бұндай кәун, яғни бүкіл әлемнің бұлай тұруы, әдемді анау маржан болып тұруы, жұлдыздардың өзінен бекер емес. Бекер емес екенін, оның жаратушысы бар екенін сезінесің да. Негізі ауыл жақтарға барып тұрудың да негізі пайдаларының бірі осы да. Аллах алам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ауылда өсуінің хикметтерін айтып жатырмыз ғой. Нұржан ұстаздың баяндағандай адамның дене бітімінің сау өсуіне себепкер болады. Таза ауа, жүгіреді, секіреді деген сияқты. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ауылда желде жетілген себептердің бірі, Құдай тағаланың қалаған хикметтердің бірі ол тілінің арабша фасих дейді ғой, таза ластамай өсуі. Өйткені қанша дегенмен қалалы жерге әртүрлі ұлттар, әртүрлі мәдениет тоқтықсатын жер, қақтықсатын жер. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ондай жерден шеттетіліп ауыл жерге бару, ол тілінің таза дамуына себепкер болған. Енді Алла Тағаланың қалауымен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болады. Сөйтіп Алла елшісі пайғамбар болған кезде сөзінің сөз саптауын баршасы мақтайды ғой. Тіпті Алла елшісі арабтардың арасында ең көркем сөйлеген адам. Имам Шафи айтпақшы, араб тілін толық меңгерген ол тек қана пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, және оны өзі мұғжиза деп айтады ғой. Біз осы жерде жаңағы баланың ауыл жерде өсіп денсаулыққа пайдасы жайлы бір айтып өттік. Енді тілдің жетілу хикметіне тоқталып кетсек. Не үшін бізге тілімізді жетілдіру демес, анық жақсы сөйлей тұрысы өте маңызды. Өйткені андай нәрсе, әркім өзінің несін біледі ғой, кемшілігін ше. Менде сонда кемшілігім бар да, мен сөз сөйлеген кезде сөздің арт жағын жек қоямын, немесе әріптен анық шықпай қалады, сосын
ойын жеткізу қиын болады да. Ал біз еріп жүрген пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сөз сөйлеген кезде анық сөйлеген да. Тіпті Айша ханым айтады ғой, сендердің пайғамбарларың сендер сияқты тез сөйлеген емес, пайғамбардың сөздері ашық, анық, түсінікті болатын дейді. Тіпті отырған адам жаттап алатын деңгейде болған депші. Тіпті жаңағы кейбір хадиске келгенде Алла елші сөзін 3 рет қайталайтын деген сияқты. Біз осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жаңағыдай сөйлеу манерасы, кейін ол кісі пайғамбар болады. Пайғамбар болған кезде қоштасу қанша адам болды, қанша саха болды? 100 мыңнан аса дейді сол кезде. Сол жерде сонша адамды өзіне қаратып сөйлейді бар жолдастарша. Негізі не ғой? Фасих адам өзіне қаратылады ғой. Пайғамбарымыз сонша адам өзіне қаратып сөйлеу ғой негізінде. Біз осы жерде бір ана өсіріп отқан бала шағамыздың несі таза сөйлеуіне қадағалау, көңіл бөлу бір пайғамбардың сүннет амал екенін айтқым келіп жатыр да. Соған көңіл бөлсек. Өйткені мысалы менде өзім сондай не болған, баламызды өсіру барысында сондай қыздарымыздың бірін тіл жетілмеген кезде соны қиналған еді да. Жасы келді, бірақ әлі ашық сөйлей алмайды. Соны қиналады. Сосын жаңа неге апардық біз? Логопедке апарып емдетіп, Алла тағаланың қалауымен жазылды. Сол сияқты осындай баласының тілінде күрмелуі, ойын жеткізе алмауы көп кездескен да. Осыны біз халыққа түсіндіріп өтсек деп едім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анық сөйлеген. Ол өзімізде солай сөйлеуге тырысу және бала шағамыз соған дағдыландыру, ол сүннет амал екенін баяндап өтсек. Негізі өзі сөйлеу қабілеті бұл адамның басқа жануарлардан, жаратылыстардан ерекшелігі ретінде айтылады ғой негізі. Осы не только оны мұсылман ғалымдар айтады, басқа философтар да мысалға мойындайтын нәрсесі адам баласының басқа жануарлардан ерекшелігі оның сөйлей алуында, яғни өзінің ойын емін еркін жеткізе алуында. Енді бұл сөйлеу нығметіне Алла Тағала Құранда да сол Рахман сүресінде де уалламахул баян деп фи маканил имтинан дейді. Яғни Алла Тағала пенделерге берген нығметі ретінде санап өткен. Яғни адам баласына нені үйретті? Алламаху албаян. Адам алейхиссаламның да ерекшеленуінің себебі фаталаққа калимати мин рабби. Яғни Раббысынан нені алды? Сөздерді. Яғни сөзбен Алла Тағалаға истиғфар айтты, сөзбен кешірім сұрады, сонымен оның дәрежесі көтерілді. Яғни бұл дегені адам баласының сөйлеу алу қабілеті өте үлкен Алланың берген нығметі. Енді жаңағы адам баласының негізі былай тафаккур қылып ойланып көретін болса, сөйлеу қабілетіне біз қаншалықты күш сарптаймыз. Мысалға біз өзіміздің бұлшық еттерімізді сақтап қалу үшін, денсаулығымызды сақтап қалу үшін не істейміз? Көптеген энергияны сарптауға мұқтаж боламыз. Дұрыс па? Мысалға спортпен заниматься етесің, спортпен айналысасың, немесе белгілі бір тамақтар жемейсің, жегің келсе де не үшін? Жаңағы денсаулықты сақтау. Ал бірақ яғни сол саған Алла Тағала берген денсаулық деген нығметті сақтау үшін сен не істейсің? Әрекет жасайсың, яғни күш сарптайсың. Бірақ Алла Тағала саған берген сөйлеу қабілетін қолдану үшін бізде ешқандай күш сарпталмайды. Не оған бір витаминді ішпейсің, тамақты ішпейсің. Тек қана ненің өзі жеткілікті? Тыныс алудың өзі жеткілікті да. Тыныс аласың, өйткені сөйлеу дегеніміз ол не? Тыныс нелер связкаларында нелердің кейбір махраж дейміз ғой енді. Сол махраждардың кейбір нелерді басу, не дейді, ауаны кейбір жерден басып қалу арқылы не істеу? Дыбыс шығуы да. Оның өзі үлкен бір нығметті, Алланың нығметі. Енді жаңа айтқаныңыздай адам баласының негізі бұл не только исламда, жалпылама адам балдарының қоғамдағы оның ерекшелігі немен? Шешендігімен ғой. Жалпағанда оның ерекшелігі ол шешендігімен болады. Кейбір ғалымдар болады, ол мың білікті болғанымен бірақ не? Ойын жеткізе алмайды. Бірақ оның дәрежесі қоғамда жоғары болмайды. Ол Алланың құзырында жоғары болуы мүмкін. Бірақ негізгі мақсат, білімнен мақсат не? Ол жеткізу ғой. Оның алған білімі жетпей қалады да, дұрыс. Сол себепті дұрыс айтасыз, Бағлан ұстаз, яғни біз өзімізді әуелі сосын перзенттерімізді шешен болуға, дұрыс сөйлеуге, немесе жаңағындай қатесіз өзінің ойын емін еркін қалағандай жеткізіп бере алатындай болып тәрбиелеуге біз өте бір көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймыз. Және біз соған біз мәсул дейді ғой, соған біз жауапкерміз деп ойлаймыз, әке шешелер. Өте маңызды нәрсе. Шынымен де кейбір кезде біз университет студенттерді көресің, нелерде ойларын жеткізе алмай, кекештеніп, қиналып қалады. Өте аянышты да. Сондай бала үлкен жасқа жетпей тұрып, ата-ана қолы қалып жауапкершілік танытса керемет болады.
дұрыс айтасыз. Айтып едіңіз осы сөйлеудің үлкен нығмет екеніне бір дәлелдердің бірі ол жаңағы алла субхана тағаланың өзінің кәлам деген сипатының болуы депші. Тіпті алла тағала қасиетті Құранның өзінде кәлам Аллах Мұса таклимен, алла тағала Мұса пайғамбар тілдесті осы сөйлеу нығметін айтқан болатын да. Және бізде арабтың грамматикасында кәлам Аллах Мұса таклимен қуаттап келеді алла тағала. Шын мәнінде нақты мафул мұтлақта айтылады. Және өзіңіз де білесіз, өзіңіз жаңағы шығуына себепкер болған Шәкәрім атамыздың өзінің еңбегінде болсын, кімде Абай атамыз өзінің 38-ші қара сөзі айтады ғой, пенде шамасы жеткенше алла тағаланың сипаттарының бойына жинақта тұрсу керек. Егер алла тағаланың бойында кәлам деген сипат болатын болса, онда ол сипатты біздің бойымызда болуы дінімізде құпталатын амалдардың бірі ғой. Осы жайлы бір жаңағы ойыңызды қош десеңіз сөйлеудің. Енді сол бәкел негізі кәлам сипаты, жалпы кәлам дегеніміз бұл адамды толықтыратын дүние ғой, адамды абзал қылады басқаның алдында. Жаңа айтып жатыр ғой, негізі пайғамбардың бір хадисі бар, негізі сиқыр қатса сиқыр болмайды дейді, бірақ сиқырдың рұқсат етілгені бұл кәлам. Баяндауда ашық айқын баяндауда арбап алады да адам. Сондықтан да анау ораторлар бар ғой, негізі көп үлкен кезіндегі ораторлар, Сталин, Ленин, Гитлер дегендердің негізі сол сөйлеу тұрғысынан, эмоционалды сөйлеу тұрғысынан артық болған ғой. Сондықтан да өзінің артынан қауымды ере алған. Негізі сөйлеу дегеніміз жалпы қарасаңдар, мына Құранның да түсу манерасы, именно осы қандай қоғамда не дамыған, соған қатысты вызов қой негізі. Мұса алейхиссалам заманда сиқыр деген сияқты да. Енді мына жерде мысалы Алла тағаланың Құранның кәләмі, Алланың кәләмі негізі мына кәләмдарға вызов ретінде келіп тұр ғой. Шуара кезде ол жерде. Кешірім шалып. Сон шуара, сол анау негізі сол ана кімнің несі бар ғой? Кім еді Құдай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кім бір сахаба ғой деймін. Ана неге бармай қалады ғой? Бір соғысқа бармай қалады да кейін ауғанға саят деді ғой. Кәп үшеуінде айтасыз ба? Иә, соның біреусі сахабасы ана кім еді бауыры? Сол сахабаның біреуінің. Кәб ибн Малик па? Сол ғой, по-моему, ана кімнің Мұсайлиманың қасында жүреді. Сол уақытта Мұсайлима хат жібере береді екен да, Кәб ибн Маликке. Давай, кешір. Өйткені ол кісі Кәб Зухайр ибн Аби Сульма деген кісінің, немесе Зухайр ибн Аби Сальма деген үлкен жахилиет кезіндегі үлкен шаир болған. Сол кісінің баласы ғой негізі. Шешем болған. Иә, сол екеуі тұрған кезде Мұсайлима бүйтіп тұрады да. Я, по-моему, Кәб қой. Я Кәб маған да білесің ба? Фил түсті ғой дейді да. Қандай фил түсе? Жоқ, Мұхаммедке түскенде фил түсті де. Еу қандай се? Мынандай. Уәл-фил. Уәмә әдрока мәл-фил. Ләху хуртумун тауил уәзилун қасир деп айтады. Сөйтсек қойды дейді Кәб. Я Мұсайлау, қош па, пожалуйста, қош деп айтады. Сен де білесің, мен де білемін, осы пайғамбарымыз деген деп айтады дейді. Сондай сияқты жігіттер негізі сам по себе мына ненің өзінің түсуі, Құранның өзі, бұл кәләмнің ортасына түсіп тұр ғой негізі. Ана білесің ба, шайырлар екі тайпаны төбелестіріп, екі тайпаны қоса салады кәләммен деген сияқты ше негізі. Сөздің майтал қарасаң негізі жігіттер мына сөзді саптай алған адам постоянно құрметті қонақ қой. Ақын, жазушы деген постоянно ол сен диссертация жазсаң да стиль, ғылыми стиль, қалай сен жазу. Бұл кәләм бәрібір да өзінің ол. Сондықтан да Алланың сифат, кәләм сифаты болуы оның толықтығын көрсетеді. Кәләм жалпы адамды толықтып көрсетеді. Мен бағана бір сөзімді айттық, жаңа қолды босатып, бізде кәфараттар бар ғой, қолды босатасың, иә? Сол кезде бір қолы кесілген болса бола береді, бір аяғы кесілген болса бола береді, бірақ тілі жоқ болатын болса болмайды дейді. Өйткені Ибн Малик кітабында келеді. Al-aslu fil insan kalam дейді. Деген сөз, aslu fil insan kalam дейді. Абу Ханифа кім сахибан бар ғой, екі шәкірт сол кезде айтады, негізі لاجل ماذا اللغة дейді. لاجل معنى ما هو المعنى ما هو المقصود المعنى дегенде хукм дейді. То есть кәламнан негізі хукм шығып тұр да. То есть жалпы шариғаттың өзінің бекітілуіне негізі кәлам керек. Сондықтан да бұл негізі кәдімгідей кәуни ереже ғой, бұл тоғыз кәлам сипаты деген үлкен рөлді. Коммуникация деген білесіңдер ғой, адаммен қарым-қатынас құрып тұру негізі бұл үлкен рөлді ойнайды. Сондықтан да жігіттер кәлам сипаты важно деп ойлаймын. Тіптен ана біз айтатын Ахрастан бар ғой, негізі зина жазасы бекітілмейді деген әңгімелер бар да. То есть шахада жасай алмайды деген сияқты ше. Өйткені шахада кезінде шарттардың бірі сарихпен болу керек та, кинаямен емес та негізі.
ал сарих мутакалимнен болмаса ахрастан болмайды екен. Өйткені ишараттың бәрі киная болып береді екен да. Өйткені кәлам дегеніміз нығмет екен ғой, короче. Сен бірде сен сарих айтатын болсаң, действительно кәлам. Сен айлмул мантықта бермейсің бе бәке? Сол кезде тарифтің мәселесі кәламға калиматтарға келтіремін. Анау жами мәни болу, исмул джинс болу деген бұл бәрі кәламның айналасында тұрған нәрселер ғой негізі. Сондықтан да жігіттер ақида ілімінің маңызды ілімнің негізі ілмул кәлам ілімі деп аталуы маңызды рөл ойнайды деп ойлаймын мен. Ана ғалымдарымыз ақида ілмул кәлам неге ілмул кәлам деп аталады? Кім білесіңдер ма? Сөзде береді ғой көп. Мына Ғазнауидің несіне келеді, шарқына келеді. Ана сөзде айтады ілмул кәлам деп аталу бірі негізі біз ана бір нәрсені ақиқат деп айтатын болсақ, біз айтамыз хаза хуал кәлам деп айтамыз ғой, білесіңдер ма? Мынау действительно сөз әңгіме деген сияқты. Соның бәрі кәламның негізі спецификалық өзінің жеке бір несі бар екен айтады да, рөлі ше бұл дүниедегі. Ана кішкентай баланың өсіп келатуы, кәламның енді сөйлеп келатуы, оған қуану, жалпы бір кәлам шықпай қалса, оған баласын сөйлемей қалғандар оған қайғыру, кәламның өзінің үлкен рөлі ғой негізі қоғамда. Сол айтып жатқаным жаңағы Құранда айтады ғой. وإذا سألك عبادي عني فإني جوخ إذا يسألونك بيشتري سرتي توقعت لما خلقت في الأرض من يسفك الدماء أتجعل في الأرض إذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا لما جعلت فيها ما يسفك الدماء أتجعل فيها ما يسفك الدماء بقرة سورة يا سوز айтады ғой сендерде бір синема айтатын адам екенсіңдер сендерде бір не мәселе айтсаң ары қарай аят қалай еді өзі أتجعل فيها ما يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سوز نيده إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم الآدم أسماء علم الآدم أسماء то есть сөздерді үйретті дейді да. Yani tavdilul insan bit ta'limil asma ғой короче. Сөздерді үйрету арқылы да. Sonra allemel adama жоқ, allemel adama al-asma'a kullaha. Содан кейін не дейді да? Сөйтіп барып кімдерге мен періштерге айт дейді. Жоқ, соң не дейді ары қарай? Айтып беріңдер жанарының аттарын дейді да. То есть бәрі айналған кезде кәлам ғой, лафыз ғой негізі аттарын айтып беріңдерші дейді. Олар аттарын айтамаған кезде не деп айтады? Алам aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun ба сол жер. Жоқ, субханака ла илма лана илля ма. То есть періштелер мойындайды өздерінің төмен екендерін, аналардың атауларын білмеумен да. То есть сам по себе кәламмен төмен деп жатыр ғой, короче, кәлам болғанда қалай енді? Атауды білмеу, ол лафызға барып тіреледі. Лафыз дегеніміз бұл кәдімгідей оның төмен. То есть бірден сені білмеу кәлам арқылы сенің төмендігіне алып келеді ғой, короче. Субханалла. Күшті. Шынымен де керемет болды. Кәлам қаншалық маңызды екен. Олай болса, құрметті көрермендер, өсіп жатқан ұл қыздарымызды және өздерімізді сөз саптауымызды, шешендік өнерімізді, ораторлық жақтарын жан-жақты дамыту, ол тек қана халықтың алдына шығып сөз сөйлеу емес, онсыз да ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннет амалдардың бірі. Сол себепті Алла елшісінің ауылды жерде өсуінің хикметтерінің бірі Алла елшісінің тілінің таза болып жетілуі, және кейін Алла тағаланың оны ар жағында үлкен хикметтердің бірі кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи пайғамбар болуы, және сол пайғамбар болу арқылы көптеген шариғи үкімдерді, дінді сөзсіз Алла елшісі сөзбен насихаттаған. Сол себепті баланың тілін жетуі болашақта оны өте көп деген пайда береді. Соны иншалла сіздерге айтқымыз келеді. Екінші тоқталатын нәрсе Нұржан ұстаз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Халима анамыздың құзырында жетілді. Сол жақта Халима анамыздың сүтін еміп өсті. Енді осы жердегі маңызды нәрсе, шариғаттағы біздің сүт ана деген ұғым бар ғой, немесе сүт бауыр деген ұғым бар. Осыған қоса шариғатта арнайы үкімдер бекіткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистері бар. Кейбір кезде бізде қоғамда орын алады ғой, мысалы үшін бір аналар перзентханада бала босанатын болса, сосын қасындағы әйелдерінің өмір жолын сүт шықпай жатқан болса, бір-бірін емізіп жүреді, көмектесіп жүреді деген сияқты.
кейіннен Құдай тағаланың қалауымен мүмкін жаңағыдай балалары болашақта көңіл қосылғысы келетін болса бір біріне сүт бауыр болып қалады. Ал шариғат бойынша олар бір біріне үйленуге немесе тұрмысқа шығуына шариғат тыйым салады. Осыны бір маңызды тоқталып кетсек, қандай көлемде болу керек, бекітуі және қандай мерзімде болу керек деген сияқты мәселелерді ашып өтсек, шариғи үкімдер. Енді мен мына фихта бізде бар енді, негізі мына духулиля жауф дейді, негізі ішке барып асқазанға қарай өтуі, бұл қатарат болатын болса да, таңшы болатын болса, ол юспитул хурмата, бекітеді нені, харамдықты ше. Сондықтан да ана 5-10 дейтіндер бар, негізі ол шарт емес негізі бізде. Одан кейін бұл емізудің басты мәселесі бұл алдыңғы 2 жылда болу керек та. Өйткені 2 жылдан жоғары нәрседе болатын болса, бұл негізі өзінің харамдығын үкім бермей қалады. Негізі бұл сүт деген біз бағана айттық қой, маңызды нәрсе екен ше. Бұл харам маңыздылығын бұл сенің насап тұрғысынан бірдей қылады, тек тұрғысынан бірдей қылып жібереді ғой. Қарашы, сүт емдің, сен тегің бірдей дейді. Не деген бұл нәрсе, иә? Ана кейде бана емдікке нетіп атады ғой, ат немет. Біреулер келіп атады да, бала асырадым, мына біз айтамыз ғой, енді балаң ертеңгісін сен қазір асырадың ғой, ертең балиғатқа толған кезде сенің алда хиджаб киіп, сен бөлек жүру керексің дейді. Ертең саған тегі жоқ. Сол кезде бірден бір жолы мен айтамын да, енді сүт шықса еміп жібер деймін да. Сол кезде ана харамдық туындайды деймін да, енді мамасы боласың действительно деген сияқты. Әйтпесе сен құр асып алатын болсаң, ол сенің бәрібір де харам болып тұрады бір-біріңе деймін да. Сен ол балиғатқа толғаннан кейін ол сені жабылуың керексің, ол нету керек, бөлек жүру керек. Сондықтан да негізі қандай нәрсе деймін да, сүт дегеніміз енді еще негізі білесіздер ме, біз бағана сүт деп жатырық, анау Алла тағала мұғжизасын көрсеткен кезде ет пен қанның нәжіс пен қанның ортасынан нені шығарады дейді. Негізі сам по себе негізі сүттің негізі орны бөлек қой. Қалай ол действительно, иә, нәжіс пен қанның ортасынан сүт шығару дегеніміз. Еще қарашы, бала туғанда келеді, бала туғанда кетеді, өскеннен кейін кетеді. Баланың қажетін ету үшін. Не деген, енді қалай деймін да, осы уақытта біз ана атеистер бар ғой, қалай Алланың бар екеніне сенбейді деймін да. Действительно олар негізі түсінбей тұр да бірден. Сондықтан жігіттер сүт важно. Фиқи тұрғыдан жаңағы үкімдер, и одан кейін жаңа перзентханадағы нәрселерді айтайын деп тұр, сразу өзім айта берейін. Иә, бұл перзентханаға емізетін адамдар абай болу керек өте. Өйткені ертеңгісін бір-бірін баласын емізіп жіберген кезде, ертеңгісін балалар үйленіп жатса, бұл кәдімгідей туған бауырлар үйленіп жатқан сияқты сондай нәрсе болады да. Бұл харам. Сондықтан да негізі баланың бағана Нүлекең айтпақшы кез келгенге емізе беруге болмайды негізі. Бұл обязательно определенно өзінің кәдімгідей қаралып жасалынатын амалдардың бірі да, бұл ресми негізі шариғатта. Последствие бар, короче. Сондықтан да бұл дұрыстап қаралатын дүние негізі. Мысалы, халыққа түсінікті қылсақ, үкім ретінде, енді үкім амал істейтін нәрсе ғой. Мысалы үшін бір әйел кісі, мысалы Айгүл дейтін әйел кісімен Жанар дейтін кісі бала босанды. Жанардың омырауын шықпанса еді, Айгүл барып еметін болса. Сол баланың мерзімі 2 жылдан аспау керек қой. Иә, бала 2 жылдың, басқа 2 жылдың ішінде емеулі керек қой. Егер 2 жарым 3 жас болса, ол жүрмейді. Ол жүрмейді, харамдық жүрмейді. Осы ал енді жаңағы көлемші қанша, мысалы 2 литр 3 литр жоқ, ол да шарт емес. Негізі духулиля жауф ішке кіру дейді. Сол егер ішке кірген болатын болса, бізде қолмалық бекіте береді. Тіпті бір тамшы түседі. Иә, ішке кірсе болды ғой. Болды уже ұстанасы есептелінеді. Жақсы. Тойып шу деген бар ғой, шаттыр кейбіреулерде, ондай жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Жақсы. Жаңа біз айтайын, Нұреке осыған қатысты неде келген бұл перзентханада әйелдердің жағдайы түсінікті деп ойлаймын, Нұржан түсіндірді. Мысалы үйдегі жеңгелер болса, мысалы үшін солар қандай кеңес айтасыз осыған? Енді жалпылама қазір өзіміздің қарақалпақ халыққа мына ұғымды түсінікті бір түсіндіріп алуымыз керек деп ойлаймын. Бізде енді қарапайым халық енді діннен сәл алыс болғаннан кейін ба білмеймін, мысалға сүт бауыр деген нәрсеге қатты мән бере бермейді, тіпті кейбіреулер білмейді де. Сүт бауыр дегеніміз не ол? Сүт бауыр дегеніміз яғни бір анадан бір бала туылған кезде болу керек. Ол мәселе де бар негізі. Мысалға бір әйел мысалы 2000 жылы туған болса, 2025 жылы туған бір неден сүттен емген болу керек қой негізі. Мысалға бір адам, бір әйел 20 жылы босанған болса, сол баламен өзінің баласымен көршінің баласын емізген болса, кейін 5 жылдан кейін тағы туатын болса, уже 5 жылдан кейінгі сүттен емсе не болады?
есі бола ма? Жоқ, анаған харам болмайды ғой. Иә. Дұрыс па? Ана бір батынан болу керек қой. Иә. Бұл мәселе. Жалпы алғанда түсіндірейін деген мәселем не еді? Жалпы сол егер бір анадан екі адам яғни екі бала еметін болса, олар құдды бір қарыннан түскен аға іні сияқты немесе бауыр сияқты болып қалады. Мен айтпақшы болғаным, қарапайым халыққа, жалпылама өзіміз халыққа айтатын нәрсеміз, сол ұғымды дұрыс түсініп алу керек. Яғни емізіп қойсам болды ғой, бұның яғни қажеттілігін өтедім, немесе жылап тұрған екен, оны сол жылауын басу үшін еміздім ғана деген нәрсе емес. Оның артынан Нұржан ұстаз айтқандай последствиясы бар. Яғни емізгеннен кейін ол саған сондай көзқарас түсінік болу керек. Біздің аналарымызда немесе келіншектерімізде не, ананы еміздің ба, сен ананы өзіңе бала ретінде қабылдадың деген. Ананы сен еміздің бе, болды, анау сенің балаң болды, сенің өзіңнің туған балаңның бауыры болып қалды. Иә. Сол нәрсені түсіну керек. Өйткені бізде көбінесе бұл нәрсені түсіне бермейді. Емізе салады, болды. Құдды яғни қарны ашып қалса, тамақ су бере салғандай есептейді. Олай емес. Сол себепті өте маңызды нәрсе. Яғни сол келіншектер егер біреуді емізетін кезде міндетті түрде не? Осыған көңіл бөлу керек. Кейін жаңағы отбасылық негізі ережелер, әдептер деген нәрсе бар ғой исламдағы. Емізуден бұрын міндетті түрде не? Күйеумен ақылдасу керек. Күйеуінен не? Рұқсат сұрау керек дейді. Кейбіреулер важиптық дәрежесінде де шығарған, бірақ негізі әдептерден есептеледі. Әйел кісі біреудің баласын емізуден бұрын міндетті түрде өзінің күйеуімен бір ауыз ақылдасып, мен пәленшінің баласын емізейін деп жатырмын, қалай қарайсыз деп. Өйткені әке сол отбасының несі, отағасы иесі есептеледі. Өйткені әйелі емізу арқылы отбасына бір адамды қосып жатыр. Енді отбасыға жауап беретін адам ер адам ғой. Сол себепті ер адамнан міндетті түрде бір ауыз рұқсат сұрау керек. Жаңа сіз Нұржан ұстазда сізде айтқаныңыздай, сол келіндеріміз ол не только роддомда, тіпті үйдің ішінде де көршінің баласы болсын, немесе досының ба, подругасының ба баласын емізуден бұрын өте сақ болу керек. Сол нәрсені түсіну керек. Яғни қазір мен оны емізсем, ол менің балам болып қалады. Менің баламның бауыры болып қалады, әпкесі болып қалады, сіңлісі болып қалады деген ұғым болу керек. Сол нәрсені түсінік болу керек, понятие болу керек деп ойлаймын. Аллах. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату, құрметті бауырлар. Дәл қазір келіп жатқан жерімізде өте маңызды жерлердің бірі ислам тарихындағы. Өйткені мына мен атып тұрған мешіт, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірімен тығыз байланысы бар. Өйткені пайғамбарымыз алғашқы Мәдинаға келген кезде Құба мешітінде алғашқы намаздарын оқиды. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әр сенбі күні сол жаққа жиі баруға тырысқан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жаққа баруда мына өзіне тұрған үй, бұл тұрған мешіт кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туысқан болып келетін, және алғашқы исламды қабылдаған әйелдердің бірі Уммул Харам бинтул Милхан деген әйел кісінің үйі болады. Осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жиі келеді, және пайғамбарымыз ол кісінің үйіне келіп тамақ ішуді, осы үй жайғасуды, жалпы сөйлескенді жақсы көреді. Бір андай әпкелеріміз болады ғой, үйіне еркін кіріп, отырып, сөйлесіп, әңгімелесіп, шай тамағын ішіп, ойынды айтып. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең жақын туысқандарынан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жиі күтетін кісі болады. Бұл кісіні мен тарихи оқиғамен байланыстыратын болсақ, осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні тамақ ішіп, жатып демалып жатқан кезде Алла ұйқысынан тұрады да күледі. Сол кезде әлгі әйел кісі пайғамбарымыз айтады, Аллахтың елшісі не нәрсе күлерді бізге айтып беріңізші дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, менің өз үмбетімнен бір адамдарды көріп тұрмын дейді. Солар маған көрсетілді. Олар дейді, патшалар таққа отырған сияқты кемеге отырып теңізден жүреді деп. Енді бұның таңғалатын нәрсесі, өйткені мынау Мадина араб жазирасында теңіз мәдениеті, кемемен жүру қатты дамымаған еді. Тіпті Мадинада пайғамбарымыз заманында арнайы теңізде жүретін кемелер немесе әскери флот болған емес. Сол үшін де бұл нәрсе өте таңғалатын нәрсе болды сол уақытта. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтадан жаңа сөз айтқаннан кейін әйел кісі айтады, Аллахтың елшісі маған дұға етші, мен сол адамдардан болайын деп, жаңа теңізге отырып шығатындар деп. Сөйтіп пайғамбарымыз әлгі әйел дұға етеді. Сосын Алла елшісі қайтадан ұйықтайды. Қайтадан ұйықтаған кезде қайтадан күліп ұйқысынан оянады. Сосын әйелге сұрайды, Аллахтың елшісі, не болды, не нәрсе көрдіңіз, не нәрсе сізді күлдірді деп. Сөйтіп пайғамбарымыз жаңа қайтадан қайталайды. Сөйтіп Алла елшісіне осылайша 3 рет қайталанады. Енді бір қызық шеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзінің ақиқаты болмысы ғой енді. Бұл хадисте негізі имам Бухари және имам Муслим келтіреді. Бұл хадисті риуаят етуші Анас ибн Малик.
кейін алла тағаланың қалауымен Осман ибн Аффанның заманында мұсылмандар жан жаққа исламдауға жүргізе бастайды. Сонда орын алған шеттен бірі мұсылмандар қазір Кипр аралынан барады. Сонда мұсылман әскерлері византиялықтармен қақтысқан кезде сол Кипрде үлкен соғыс болады. Сол Муғауия радиаллаху анху ислам тарихында ең алғашқы болып әскери флотты құра бастайды. Сөйтіп әскери флотпен сол жаққа барған кезде өзінің күйеуі Убада ибн Сомет болады. Сол Убада ибн Сометпен бірге әлгі әйел кісі Кипр жағасынан барады. Кипр жағасына барған кезде алла тағаланың қалауымен әлгі кеме тоқтаған кезде осы анамыз теңізден құлап, кемеден құлап, мойнын үзіп алып, сол жерде қайтыс болады, жан тапсырады. Кейіннен сол кімнің анамыздың, Уммул Харам анамыздың сол жердегі қабірі қазір бар. Оны Осман империясында, Осман империясы арнайы ол кісіге арнап мешіт салдырған. Және әлі күнге дейін Кипр аралында осы анамыздың атында мешіт тұр. Егер алла сәтін салып, сол жақтарда саяхатта жүрсеңіздер, осындай мешіт көрсеңіздер, осы мешіттің тарихы осы жерден басталып Кипрға дейін барады. Және бұл жерде сөзсіз дәл қазірге болып жатқан, біз айтып жатқан жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзсіз үлкен мұғжиза жатыр ғой негізі. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға болашақта болатын жайтты айтып береді. Және сол пайғамбар қалай айтты, болашақта солай орын алды. Енді бұл оқиға сөзсіз, енді өзімді оқыған кезде, білген кезде, тарихын танысқан кезде қаншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінің ақиқат екеніне көзім жетіп, одан санан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шын мәнінде Алла тарапынан келген елші екеніне көзім жете береді. Сол үшін де өзім алған эмоцияны сіздерге жетістеген ниетте мақсат бауырым осыны түсіріп жатыр. Макс, саған алла разы болсын. Күллі әлемге жарық нұр болған Алланың сүйікті елшісі, есімі ұлық Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Саған салауат айтқан сайын жүрегіміз тыныштық тауып, рухымыз күшейіп, өміріміздің мәні мен сәні арта түседі. Салауат Аллах тағаланың пайғамбарымызға берген ең ұлы сыйының бірі. Ал тұрақты түрде салауат айтумен Алла оның үмметін кешірім, мейірім, сынақтардан құтқару, береке сынды бір қатар шексіз сыйлықтармен қуантпақ. Біз үміт етер сыйлардың ең үлкені салауат айтумен пайғамбарымызды түсімізде көру және оның шапағатына ие болу. Бұл тұрғыда біздерге сырға толы салауат атты теңдессіз кітап керемет үлгі болмақ. Бұл құнды кітап пайғамбарымызға деген шексіз сүйіспеншілікті сипаттайтын ғажайып еңбек. Салауат жүректерді тазартатын, жанды қуаттандыратын рухани қазына. Бұл кітапты тұрақты оқу сізді Алла мен оның сүйікті елшісіне жақындатарына сенімдіміз. Дәл қазір кітапқа тапсырыс беріп, рухани байлығыңызды арттырыңыз. Толығырақ білу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Алла разы болсын. Олай болса, құрметті көрермендер, біз енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауылды жер жетілудің жаңағы денсаулығы, сосын тілі, сонымен қатар сол жақта емізудің хикметтерін айтып өттік. Сонда себеп тағы бір шариғи үкім ретінде осы сүт бауыр дейтін ұғым бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүт арқылы бауыр болғандар, қан арқылы бауыр болғандар деген хадис бар. Машһүр хадис. Одан шығатын қорытынды қалайша біз өзіміздің туысқан болған әпкеге, немесе қарындастарымызға үйленуге шариғи негізде тыйым салынған сияқты, тура сол сияқты өздеріңіздің сүт бауырларыңызға немесе әпке қарындастарыңызға үйленуге шариғатымызда тыйым салады. Осындай көңіл бөлу керек негізі. Қалайша туысқандық бойынша тыйым салған сияқты сүт бойда осындай шариғи үкімдер бекиді. Осыған иншалла көңіл бөлсеңіздер, ұстаздарымыз сіздерге мәселені жіліктеп айтып берді деп ойдамыз. Енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Халима анамыздың құзырында орын алған тағы бір нәрсе бар, Нұржан Слыша. Ол сөзсіз үлкен ихрастардың бірі. Ол Алла елшісінің көкірегін жарылу оқиғасы. Осыған тоқталып өтсек. Бұл қалай нәрсе? Мысалы, кейбіреулері пайғамбарымыз саллаллаху көкірегі жарылу оқиғасында қалайша болады, қалайша адамның жүрегін шығарып алады да, жаңағы шайтан үлесін алып тастайды. Олай оңай болатын болса, любой адам неге барып жүректерін кесіп, үлесін алып тастап, шайтан азамай жүре бермей ме деген сияқты уәж әрекет та. Осыған қайтып түсіндіреміз. Бұндай әрекетке қарсы кейбіреулер тіпті андай. Бұл енді сказка ғой деген сияқты қарайтындар да бар. Енді жігіттер қалай айтсам болады екен? Негізі мынандай ереже бар да, бізде мысалы самаият деп бекітеміз ғой. Самаият білесіздер ғой, иә, қабыр, анау деген сияқты. Соны бекіткен кезде біз айтамыз, негізі енеуджиз ақыл рұқсат беріп тұрса, онда жаңағы наспен ол уәжіпке айналады дейміз да. Яғни мұстахилдан болмаса болды.
егер мустахилдан болатын болса, ол содан кейін барып сен наспен келетін болсаң да шәк болуы мүмкін да. Бірақ бұл жерде енді жалпы егер ақыл возможно дегенді күн айтып тұрса, бола береді, ол мустахил емес десе, енді мүмкін емес десе, онда настың келіп оны уәжіп қылуы, то есть настың келуі оны уәжіп қылады үкімде дейді. Енді осы жерде жігіттер негізі жүректі алынып жолуында қатырған қандай проблема бар? Бүгінгі таңда ол жасалынып жатқан жоқ, пересадка сердца, мүмкинаттар ғой жалпы. Енді мүмкинаттардан болатын болса, одан кейін бізде нас келіп тұрса, то что солай болды деген сияқты, онда уджуб үкіміне барады да, ол біз айтамыз, солай болады дейміз. Сондықтан да бұл жерде бір логикалық түрде дәлелдейтін болсаң да солай да, ол неге ол мүмкін емес ол. Қандай проблема? Бүгінгі таңда мысалы пересадка сердца деген больницалар бар да. Енді даже мен саған айтайын, бұл діннің ақиқаттығын көрсете ма деймін. Өйткені ол кезде мысалы мүмкін емес нәрсе сияқты көрінгенмен бүгін мүмкін болып тұр да бұл негізі. Сондықтан да бұл тұрғыдан, бұл логикалық тұрғыдан ақылға қонымды дүние өте жақсы. Болады. Нұрке өзі не қосасыз осы мәселеге қатысты? Енді жалпы шаққы садыр деген мәселе сирада келетін мәселе ғой. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкірегі жарылуы деген мәселе. Бұл мәселе неше рет болған деген мәселе бар. 4 рет дейді, кейбіреулер 3 рет, кейбіреулер 2 рет деген мәселе бар. Жалпылама алғанда енді осы мәселеде бір қазір ұмытып тұрмын, қай бір ғалымның сөзі бар. Яғни біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар. Пайғамбарлықтың шарттарының бірі не? Масум, әсма. Яғни күнәлардан ада, немесе күнәлардан пәк, немесе күнәлардан қорғалған деген статусы болу керек, немесе сондай ерекшелігі болу керек. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам негізі шаққы садыр деген оқиғаны бірінші қысқаша түсіндіріп алсақ көрермендерге. Шаққы садыр деген мәселеміз не ол? Яғни көкірегінің жарылуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол 2 жасқа дейін Халима анамыздың несінде, ауылында немесе сол несінде, тайпасында өмір сүреді. 2 жасқа толғаннан кейін Халима анамыз не істейді? Пайғамбарымыз қайтып анасынан келіп береді. Өйткені 2 жыл емізгеннен кейін не істейді? Міндетті түрде қайтып әкеліп береді ғой. Бірақ Халима анамыз, жаңа біз басында сол нәрсеге қатты мән бермедік, пайғамбарымызды алып кеткен кезде көптеген берекелерді көреді. Яғни пайғамбарымыз білесіз, жетім болып қалады, жетім болып, яғни жаңа Халима анамыз Меккеге балдарды, емізетін балдарды алып кетуге келген кезде ешкім қалмайды ғой. Текті немесе текті емес, пайғамбарымыз текті өзі. Яғни әке-шешесі тірі, ауқатты адамдардың балдарын барлығын алып қояды, тек қана пайғамбарымыз қалып қояды ғой негізі. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды алып кетеді, бірақ пайғамбарымыздан көптеген нелерді, берекелерді көреді. Кейін 2 жасында қайтып әкеліп береді, бірақ анасына өтініш жасайды. Берші Мұхаммед бізде жүрсін, өйткені мынау Меккеде бір аурулар тарап жүр, сол ауру тиіп қала ма деп қорқам деп қайтадан әкетеді. Сосын пайғамбарымыз кейбір ғалымдар 3 дейді, кейбір ғалымдар 4 жасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бауырымен қой бағып жүрген кезде 2 кісі келді дейді, ақ киімде. Кейбір нелерде құс секілді, адам ба құс па білінбейді, сондай бір 2 Алланың бір жаратылысы келді дейді. Мұхаммедті жерге жатқызды да дейді да, сосын не істеді? Көкірегін ашты. Көкірегін ашады да ішінен жүректі алады. Кейбір риуаяттарда не еді? Қасында алтыннан болған жаңағы тыс дейді ғой. Тыс не? Леген дейді ма? Леген, сол леген. Сол легенде замзам суы болады. Тегеш қой. Соны пайғамбарымыз жүрегін алады да не істейді? Жүрегін алып ішін бөледі дейді. Замзам суымен андай. Ішін бөледі дейді. Ішін бөлгеннен кейін ішінде 2 бөлек қара нәрсені алады дейді. Оны 2 бөлек қара нәрсені алып тастайды да, хаза хазу шайтани минка дейді. Мынау шайтанның сендегі несі? Үлесі дейді. Осы жерде мен айтайын деген нәрсем осы еді. Яғни пайғамбарымыздың жүрегінен шайтанның несін, үлесін алып кетті. Яғни ол дегені пайғамбарымызда да негізі жаратылған кезде Алла тағала пайғамбарымызды өзінің әлемге қойған сунанул илахия, сунанул кауния деп айтылады ғой. Жаратылыста әлемде қойған ережелерінен тыс шықпады. Солай жаратты дейді да. Сосын, яғни Алла тағаланың шамасы жетеді еді, ал пайғамбарымызды жаратқан кезде не? Жүрегінде сол нәрсесіз жаратуға. Шайтанның үлесін алып тастап жаратуға шамасы жететін еді Алла тағала. Бірақ не үшін солай істеді десе, біріншіден ол пайғамбарымыздың пайғамбар болатынын көрсетіп қою үшін адамдарға. Екіншіден Алла тағаланың қойған заңдылықтары ешқашан өзгермейді. Тек қана кейбір жағдайларда өзгереді, бірақ негізгі қойған заңдылықтары өзгермейді. Сол үшін енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді осы мәселеде де көп қате түсініктер тарап жатады.
пайғамбарымыздың жүрегінен жаңағы шайтанның үлесі, ол шайтанның үлесі дегені мысалға ашулану немесе бір өзің нәпсіне еру деген нәрселер бар ғой, сондайларды не алып тастады дейді. Бірақ пайғамбарымызда оған дейін болған ба болмаған ба бұл нәрсе деген мәселе бар. Пайғамбарымызда негізі ондай нәрсе болмаған, тума. Бірақ соғанда қабилия лизалик дейді. Қабилия дегеніміз соған икемділікті алып тастады дейді. Яғни пайғамбарымыз өзі туылғаннан бастап Алла тағала өзі қорғап қойған. Пайғамбарымыз өзі туылғаннан егер сол нәрсе алынбаса да не? Пайғамбарымыз күнә жасамайды. Бірақ соған икемділік деген Алла тағаланың бүкіл жаратылыста қойған нәрсесі бар, соны пайғамбарымызға қойған дейді. Яғни шоқ садыр деген мәселеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегі ашылып, онда жүрегі ашылып, пайғамбарымыздың сол жүрегі тазалануы. Ол яғни біз білеміз, Алла тағала не деп айтады? Инна санулқи алейка қаулан сақила дейді. Өте үлкен нәрсе ол. Үлкен нәрсені қабылдайтын нәрсе пайғамбарымыз ол не? Жүрек. Жүректі ол бірінші сол 4 жасында немесе 3 жасында кейбір риуаяттарда тазалап алады, кейін ол не? Пайғамбарлықтан бұрында болған дейді. Кейін 10 жасында да болған деген әңгіме бар. Кейін Ми'ражда да болған деген. Төртеу дегендер бар. Кейбіреулер тек қана Ми'ражбен енді айтатындар бар. Жалпылама қосатын нәрсем ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегі тазалануы одан бұрын кір болған дегенді білдірмейді. Айтайын дегенім сол. Просто Алла тағала пайғамбардың, яғни Мұхаммедтің ерекше бір бала екенін көрсетіп қою болды. Негізгі мақсат сол болды деп айтады кейбір ғалымдар. Негізі егер былай біз истиқро деп жатады, біз түгел жинайтын болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянында болған осы көкірегін кесу оқиғасы, ашу оқиғасы бір үлкен заттың алдында болған ғой негізі. Жаңағы пайғамбар болмай тұрып Исра Ми'ражға дайындау, яғни бейне дайындық сияқты. Пайғамбарымыз келесі кезеңге өтетін сияқты, бір дайындалатын сияқты. Осы жерден Рамазан Бутидің да осыған қатысты пікір білдіреді да, негізі мақсат ол емес дейді, аша салып көкіректегі нені алып салып. Мақсат ол емес, бірақ Алла тағала білдіргісі келіп жатыр, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала құзырынан қорғалған, қоршалған адам екенін білдіру үшін. Және осы жерде бір толықтыра қосып отырсаңызшы, ғалымдарымыз жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар мөрі бар ғой, сол қашан пайда болды деген ихтилаф бар екен. Шамаил Мұхаммадия кітабының шарттарын көп қозғайды, біз оны қосқан болатынбыз. Сол жерден ой бар енді, сіз пайғамбарлық мөр ол туылған кезде пайда болды ма, пайғамбар болған кезде пайда болды ма, бүйтті ме сөйтті ме деген бірнеше пікір бар екен да. Бірақ ғалымдар мына пікір ұстанады екен да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық мөр жаңа шақ содыр болған кезде пайда болған дейді, көкірегін ашқан кезде. Неге дейді болса, жаңағыдай Алла тағала шайтан үлесін алып тастады. Енді мөрдің мақсаты енді не ғой? Печат қояды, енді кіргізбейді ешнәрсе. Бейне дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға енді мүлдем шайтан несі кірмейді деген. Және енді салыстырмалы түрде мөр негізі анау жүректің қарамағышысынан тұр дейді негізі. Сөйтіп пайғамбар мөрін тұрған жер осында дейді. Осылайша бұл белгі кітаптарда деген, алған кітаптарда және пайғамбарлық мөр осы кезде пайда болған деп ғалымдарымыз ең роджи көзқарас осы деп кетіреді екен да. Сосын пайғамбарымыз көкірегін кесу оқиғасымен басқа да үлкен хикметтер байланған. Бұны бізде шариғатта нұржансыз ир хас дейді ғой. Алла тағала пайғамбарларды, пайғамбар болмай тұрып өзі осы ерекше әрекеттермен сақтайды. Нұржансыз енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді Аллаға шүкір деп ойлаймын, Халима анамыз құзырындағы бірнеше мәселені қозғап өттік. Және ең үлкен айтқан нәрсе, Алла елшісі болған сәтте Халима анамыздың құзырында бұрын соңы болмаған берекет кенерген. Сол арқылы айтылса болады жаңа қай жерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам баратын болса, сол жерге Алла береке беріп қояды. Халима анамыздың құзырында береке кенелді. Алла елшісі Мадина барған кезде де Алла тағала ойға берекені үйіп төгіп арттырып қойды. Тура сол сияқты біздің үйімізге, жалпы біздің жүрегімізге пайғамбар кірген сайын Алла тағала сол жаққа берекесін арттыра береді. Енді екінші жаққа бұрын кетті, біз негізі сәл алдын айтып жүрдік, бірақ ретігенде қозғап кеткен дұрыс шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келмей тұрып 50 күн бұрын філ оқиғасы болады. Сөзсіз бұл да Алла елшісінің несінің дүниеге келген жері Меккеде, және сол Қағбаға тікелей байланысты үлкен оқиға бар ғой. Осы жайлы бір сөз қылсақ. Енді негізі мен бағана айтып өткендей, Мана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 50 күн бұрын, 50 күн бұрын бұрылуы, кейін ғой. Пайғамбар 50 күн кейін туылуы ғой. Иә, сол пайғамбар саллаллаху 50 күн бұрын жаңағы фил оқиғасының болуы. Бағана айтқандай негізі екі уақыттың арасында, мысалы ғалымдарымыз айтады, не ол уақыт дейді.
тарифын уақытын кезде хуа нисбату байнал уақиайни дейді. Енді осы жерде бұл имам Тафтазани береді бұл тарифті. Айтады негізі сам по себе бір нәрсе болатын болса, онда уақытты білдірмейді дейді. Екі нәрсе болу керек дейді. Яғни постоянно бізге ниспа керек та, ниспа керек дейді. Енді осы жерде негізі баяғыдан сұрақ туындайды негізі неге елу фил оқиғасын неге алып келеді, фил оқиғасын неге алып келеді. Негізі сам по себе пайғамбарымыздың туылғанына точно даталардың бірі ғой негізі жекеген кезде. Сондықтан да бұл тұрғыдан өте маңызды деп болды деп ойлаймын. Екіншіден жігіттер мен мына жерде көмектесе тағы да бір мән беретін, назар аударатын нәрсе, бағана біз айтып жатырық, Абдул-Мутталибтің жігі деген не іші, жаңағы шығып барып, алдына барып шығып бару, болып жатқан оқиғалар жерде ол оңай дүние емес қой негізі. Бір ана не дейді негізі имам Беркияу айтады, шужа дегеніміз не деген кезде бұл ғодабыл мұътад етіледі да. Енді былай ашу, бірақ ортаңға ашу бар ғой, бұл не шужа деп аталады деп. Бұлайша айтқанда негізі ол батырлықтың барып белгісі да, алдына барып шығып беру. Енді бұның әңгімесі бана Нұрекең айтып жатыр, ана Хунайн несінде соғысында болған кезде не дейді? Набиюн ла казиб. Ла, ана ибн Абдул-Мутталиб. Ана ибн Абдул-Мутталиб. Бұл жерде атасының аталуы. Негізі пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям негізі жігіттікті береді дейді. Действительно, мен айтқым келіп отыр. Біз әдетте пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллямды бір жұмсақ, яғни бір немен салыстырып қаламыз да, сол жомарт немен. Негізі пайғамбар соның шиддасы тоже қатты болған негізі. Ана қасауа болған да. Мысалы әйелдермен сөйлесіп бір ай сөйлеспей негізі сам по себе қиын дүние ғой негізі. Негізі қиындыққа сабыр қылу сам по себе тоже мінезді талап ететін дүние ол. Соңғы бана ана буисту утамима макаримул ахлақ. Сол кезде мысалы хулуқ деген сөз мінез деген нәрсе да. Кейін көп адамдар не деп айтады оны? Ана ахлақ деген біз әдеп деген түсініп қаламыз ғой. Негізі хулуқ деген кезде бұл мінез ғой сам по себе. Осы жерде мінез деген кезде жігіттер мінез деген сөз қаттылық қой. Мен мына шәкірттерге айтамын, сен қазір бұл нәрседе до конца кету үшін сенде мінез болу керек деймін да. Мінез деген кезде сен ол жұмсақтық деген емес, наоборот, қаттылық керек деген сияқты. Осы жерде мен бір таңғалдыратын нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады, Абу Муайна Насафи келтіреді, айтады, ликулли набиин хайрфа дейді. Ана Идрис алейхиссалам хайят дедік па, ана Дауд алейхиссалам айтқан, бірақ Дауд алейхиссаламды хаддат дейді. Ана Ибрахим алейхиссалам баззар дейді. Әрбір пайғамбардың несі профессиясы бар дейді. Сол пайғамбарлардың профессияларының ішіне бәрін атап келеді да, пайғамбардың профессиясын қарашы бәке. Айтады, ана ғазиюн дейді. Мен жауынгермін дейді. Действительно бір ружуланы беретін не ғой профессия, жігітше ғой негізі да. Енді басқа профессиялардың қасында, короче, жігіт қой. Негізі профессия дегеніміз оны кәдімгідей ғой, мен жауынгермін деп тұрған. Оның кәдімгі былайша айтқанда ана хулиқту лил ғазауат. Былайша айтқанда оның сөзі мынау ризқи фи румхи деп айтуы, ода басқа кәсіп жоқ қой пайғамбар сонда. Оның кәсібі тек қана ғазауат. Не деген да жігіттік профессия. Сол мен айтпағым, осы екі дүние болады негізі. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүние кемесімен 51-ден оқыған фил оқиғасында әлгі Нұрге осыны толтырып жіберсек, предисториясын Нұржан Ұстаздың сөзін толтырып жіберетінде қалай басталды негізі осы Абрахан әскерінің Хасид Мекке қаласына келуі? Енді Нұржан Ұстаз жаңа айтып жатқаны Абдул-Мутталиб ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның атасы, әкесінің әкесі ғой негізі. Атасы болады. Негізі фил оқиғасы енді көпшілікке белгілі болса керек. Негізі фил оқиғасы дегеніміз Эфиопия жақтарда бір Абраха деген патша болады. Ол патша негізі христиан болады. Сөйтіп ол өзінің несінде, мемлекетінде бір үлкен бір шіркеу құрады. Бірақ негізі оны құрудан бұрын арабтарды қарайды. Арабтар не істейді дейді. Арабтардың қасиетті жері қайсы дейді. Бірінші құрудан бұрын айтады, олар Каба деген жерге барады, қажылық жасайды. Қажылық не дейді, сұрайды бәрін. Сосын Құрайшықтардың деңгейін сұрайды. Айтады, Құрайшықтардың деңгейі сол Каба себепті олар жоғары, арабтардың арасында ең беделді тайпа есептеледі дейді. Кейін оған ой келеді, не істейді? Мен де бір шіркеу құрсам, адамдардың барлығын осы жаққа қажылыққа мәжбүрлеймін дейді. Мәжбүрлеп, міндеттеймін, сонымен барлық қажылық жасайды дейді. Енді көпшілігіміз ойлаймыз, негізі
бұл қазіргі күнде де қолданылатын нәрсе. Әрбір мемлекет өзінің жерінде, яғни өзінің мемлекетінде бір қасиетті жер немесе туристер көп келетін жерді қалыптастыруға әрекет жасайды. Негізгі оның мақсады не деген кезде көбісі ойлайды туризмді дамыту, сонымен экономиканы көтеру, ақша не істеу, ақша табу деп ойлайды. Ол да бар, бірақ негізгі мақсаттар ол емес. Негізгі мақсат не? Негізгі мақсат, егер сіз бір елде немесе бір мекенде адамдар қасиетті деген бір жер, тас болсын, ағаш болсын, ол мешіт болсын, сондай қасиетті бір нәрсе пайда болатын болса, автоматически сол жердің иелерінің өзіне не болып кетеді? Қасиетті болып кетеді. Негізгі Абраханың идеясы не болды? Өзінің ұлтының дәрежесін көтеру болды. Яғни ол церковьті құрып қойып, адамдарды шақыру арқылы ақша істеу емес, негізі құлшылыққа дұрыс ақша да келеді, бірақ негізгі мақсат не болды? Ұлтының дәрежесін көтеру болды. Енді Каабаның да қазір иншалла сол мәселеге де тоқталамыз ғой. Негізі, яғни бірінші Алла Тағала Құранда реттілікте Фил сүресін айтады да, одан кейін не келеді? Одан кейін Құрайш келеді. Негізі Құрайш дегеніміз ол арабтардың арасындағы ең беделді тайпа. Беделділігі не тұрғыдан болды? Яғни не үшін беделді тайпа? Не үшін құрметті тайпа? Қабадан бұрын ол қасиетті, яғни сонда бір қасиетті үйдің иелері, яғни олар құдды былай айтып қарағанда қазіргі молдалар, имамдар сияқты ғой. Қоғамда мысалы молда не үшін молда құрметтеледі? Не үшін? Өйткені діннің. Ода қасиеттілік бар деп ойлайды. Солай емес па? Құдайға бір табан немесе бір төбе жақын деп ойлайды. Құдды сол сияқты Құрайшты да арабтар қалай қабылдаған? Бұлар бізге қарағанда Аллаға жақындау. Олардың жақындау өздерінің негізгі Құрайштық болып туылғандықтарынан ба? Жоқ. Негізі неден болды? Ол Каабаның иелері болған үшін болды. Демек, негізі Құрайшты Құрайш қылған нәрсе не болды? Кааба болды. Енді Абраха не істеді? Сол Каабаны бұзу арқылы Құрайштың төмендету. Негізі білсеңіз, сол Абраха келген кезде Абдул-Мутталиб келеді ғой. Сол кезде оларға шарт қойды ғой, барлықтарын шығып кетіңдер, мен Каабаны бұзам, сендерге тиіспеймін дейді. Маған сендерді өлтіру керек емес дейді, қажет емес дейді. Шығып кетіңдер, сендерге рұқсат берейін дейді. Бірнеше күн шығып кетіңдер де мен Каабаны бұза салайын дейді. Демек, Абрахан негізгі мақсаты Құрайш тайпасын құрту емес. Нені құрту? Каабаны құрту. Каабаны құртатын болса, таки-такта Құрайш не болады? Онсыз да құрайды. Онсыз да құрып кетеді. Сол себепті де қазіргі жалпылама алғанда мынау ұлттық код, ұлттық құндылық деген мәселелер не үшін? Өйткені сол бір ұлттың құндылығын құртатын болсаңыз, ол ұлт құриды. Ол құндылық неден тұрады дегенде жаңағындай тіл, діл деп айтып жатады, тіл, дін мәселесі. Яғни бұл жерде негізгі Каабаның сақталып қалуы, Алла Тағала өзі сол неде Фил сүресінде де бірінші нені алып келеді? Қалай қорғап қалғанын, яғни Құрайш тайпасын Алла Тағала қалай қорғап қалғанын Алла Тағала міндет қылып айтады. Мен сендерді осы нәрседен қорғап қалмадым ба деп. Дұрыс па? Кейін артынша не дейді? Фалиабуду рабба хазал байт. Фалиабуду рабба хазал. Демек мен сендерді қорғап қалдым. Негізі Алла Тағала қорғағанда Құрайшты қорғаған жоқ, нені қорғады? Каабаны қорғады. Демек Каабаны қорғау арқылы Құрайш қорғалып қалды да. Түсінесіз ба? Сол себепті Алла Тағала не деп отыр? Фалиабуду рабба хазал байт деп отыр. Осы сендер мән беріңдер деді. Егер мынау Кааба құрайтын болса, болды, сендердің құндарың болмайды деді. Сендердің құрайсыңдар, болды, Құрайш болмай қалады деді. Енді айтайын деген мәселе, бұл жерде арабтарды немесе Құрайштарды Құрайш қылған нәрсе ол не болды? Кааба болды. Каабаны сақтап қалынуы ол өте маңызды болды. Яғни Құрайштың беделі сақтап қалынуы ол Құрайш үшін болған жоқ. Кім үшін болды? Туылатын Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үшін өте маңызды болды. Не үшін? Өйткені бұл неше жыл Ибрахим алейхиссалам салып кеткен сол бәйт, яғни Бәйтул Харам Каабаны неше жыл өтті ғой. 6 қорын дейді, 10 ғасыр дейді, 15 әртүрлі риуаяттар бар. Бірақ Құрайш неше ғасырдан бері не болып қалды? Діни ритуалдарды орындаушы бір тайпа ретінде қалыптасты. Түсінесіз ба? Яғни бұл қасиетті жерден, яғни Мұхаммед не үшін Меккеден шықты деген мәселе бар ғой. Не үшін басқа жерден шықпады дегенде, өйткені Мұхаммедтің несі
тайпасы соған лайықты болды. Өйткені ғасырлар бойы осындай бір үлкен рисаланы көтеруге лайықты тайпа болды да Құрайш. Ал оны сақтап қалу үшін Каба сақталып қалу керек еді. Негізгі Кабаның сақталынып қалуының себептерінің бірі сол ғой. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар болуына бір дайындық деп айтады. Негізі фил оқиғасының негізгі несі маңыздылығы сода деп айтады да сира кітаптарында. Жақсы, былай реттеп жүрейік сіздің айтқан сөзін, Нұржан ұстаздың айтқанын. Абраха Эфиопиядан шыққан, енді Хабаштан шыққан әскер басшысы. Ол кезде қатыстан Хабаша ол Рим империясының қол астында болған мемлекет. Сөйтіп не салып, шіркеу салып, сол жаққа адам құлшылыққа апаруға тырысады. Мақсат Қағбаны бұзып, өзінің халқы дәрежесін көтеру үшін. Сөйтіп Меккеге келеді. Меккеге келген кезде Мекке жерден 200 түйені ұстап алады. Ол түйе пайғамбар атасы Абдул-Мутталибтікі. Сөйтіп Абдул-Мутталиб алдына кіреді. Кірген кезде жаңа риуаяттар келгенде Абраха сөйтеді, мен Абдул-Мутталиб көрген кезде жаңа құрметтеп тағымнан түсіп отыр деп орын бергім келді дейді. Ана несі бар еді ғой, мысы хайбасы бар кісі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атасы кіреді. Және Нұржан осы айтады ғой, негізі патшаның алдына кіріп Қағбаны қорғайтын өзінің раббысы бар, маған 200 түйені бер деп айтып бұқ керек қой. Негізі сенің енді қирату үшін келіп жатқан адамға алдына кіру деген оңай зат емес. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бойындағы несі айбаттылығы атасынан берген ғой. Жаңа сол үшін де Хунайн соғысында басқа емес, именно мен Мұхаммедпен жалған пайғамбар емеспін, ол өтірік емес, және мен Абдул-Мутталибтің немересімен ұлым деп айту осында айбаттылығын білдіреді. Сөйтіп біз Абраха әскерімен келеді. Кім пайғамбардың көкесі, атасы кешіресіздер, Абдул-Мутталиб кіреді, түйесін алып кетеді. Енді кім Абраха шабуыл жасайын десе, пілмен келген әскер. Піл әскері ол zaman ең озық әскері ғой, деңгейде әскер жоқ қой. Әлі пілді айдаса Қағбаға жүрмейді. Оңға келе сол еді, бірақ Қағбаға жүрмей қояды. Сосын енді ол Алла Тағала Құранда баяндағандай Фил сүресінде айтады ғой, «Алам тара кейфа фа'ала раббука би асхабил фил» дейді. Негізі енді бұл аяттың тәпсіріне қарасақ, ол негізі өзі бір сабақ болады, негізі өнеге ретінде немесе осы аяттан алынатын пайдалар. Негізі Алла Тағала айтады, көрмедің бе дейді біз піл иелеріне қалай жасағанымыз дейді. «Алам тара кейфа фа'ала раббука би асхабил фил». Яғни фил иелеріне Алла Тағала олардың қырсықтықтары соншалықты, яғни үлкен әскермен келеді ғой, үлкен пілдермен келеді. Яғни Абраханың негізгі ерекшелігі неде болады? Ол пілдерінде болады. Оның қарсында ешкім тұра алмайды. Бірақ Алла Тағала өзінің бір құдіретті екенін көрсету үшін не істейді? Аспаннан құстарды жібереді. Яғни пілмен келген әскерге жай бір құстар мен кішкентай құстар не істейді? Әр біреуі тұмсығында, сосын екі қолында 3 тас көтереді дейді. Кішкентай тас дейді негізі. Сол тастармен келді. Бірақ ол не дейді? Мен сиджин, яғни от сияқты, яғни шоқ сияқты тастарды аспаннан лақтырған кезде әскерлердің басынан кіріп артынан шығып кететін болған деген. Сол дәрежеде Алла Тағала оларға өзінің құдіретін көрсетті. Яғни сен қаншалықты мықты болма, сен қаншалықты әскерің мықты болмасын, Алла Тағала ең әлсіз жаратылысы құс былай алып қарағанда ол ең әлсіз былай піст десең ауадан қорқатын нәрсе да, негізі. Ауадан былай дыбыс шықса ұшып кететін, қорқып қашып кететін нәрсе. Сонымен Алла Тағала не істеді? Олар соның Абраханың әскерінің барлығын жермен бір қылды да тек қана бір ғана адам қалған дейді. Бір ғана адам тірі қалады дейді. Білесіздер, Алла Тағаланың азабы келген кезде Алла Тағаланың сүннандарынан бірі, қойған ережелерінің бірі, егер Алла Тағаланы ашуы келіп бір қоғамға азап жіберсе, оның ішінде ешкімді тірі қалдырмайды. Бәрі не болады? Жойылып кетеді, түбегейлі. Бірақ бір ғана адам қалады дейді. Сол барып неге жеткізеді? Өзі, яғни болған оқиғаны, сол мұғжизаны айтып беру үшін тірі қалады. Сол барып өзінің қоғамына жетіп барып сол оқиғаны айтады да сөйтіп қайтыс болады. Алла Тағаланың несі ғой? Мұғжизасы. Енді жалпылама енді піл оқиғасы енді көпшілікке белгілі болса керек, бірақ осы жерде көрермендерге бір бізде 3-ші подкаст па? 3-ші подкаст. 3 па, 4 па? Кеңес беретін едім, бір сираны оқып алмасаңыздар, біздің сөзімізді түсіну қиын болады. Негізі бізде енді мына ұстаздармен өзара сұхбат сияқты болып кетіп жатыр. Иә, сіздердің де сол кейбір
жерлерде сіздерге де бір ақыларыңызға кіріп кетіп жатқан шығармыз, енді оған кешірім сұраймыз. Яғни кейде бір мәселелерді біз зейінімізде жаңа есімізде болғаны үшін былай аттап секіріп өтіп кетіп жатырмыз. Ол да біздің қателігіміз деп ойлаймыз. Иншалла ары қарай оны бір реттесек керек. Бірақ кеңесім сираны бір оқып алып қарасаңыздар, бұл ары қарай мықты не болады, ақпараттарыңыз орнығуына бір себеп болады деп ойлаймын. және біз енді балаға зерттейміз, балаға сабақ береміз, ана ұқсастықтар бар да. Алам тара кайфа фаал роббука. Мына жақта истифхам бар ғой. Негізі истифхам ол сұрау үшін келмейді дейді ғой. Бекіту үшін келеді, мойындату үшін. Истифхам тақрири дейді. Тақрири, яғни солай болған емес пе? Осылай істемеп пе едің сен дейді ғой. Иә, сонда ол же сұрау үшін емес, бекіту үшін келеді. Және ана аят бар, ең соң фаджағалаху кағаси мақкули. Соған қастан нелер айтады да, балаға түсінші. Негізі андай ғой мағынасы, шегіртке бар ғой, дұрысташ. Бидайға түскен кезде күл талқанып шығарады. Тура сондай қып кеткен еді әскер. Ана не бар ғой, құстар тастасқан кезде қалайша саранчадан кейін егіс алып быт болған сияқты әскер сондай болған дейді. Тағы бір түсініктеме андай болған дейді ғой, Нұржан сіз. Ана үйде біз дастархан жаямыз ғой, елдер тамақ жейді, тамақ жеген тұрған кезде дастархан быт болып кетеді ғой, бір үзік болған, яқта үзік болған, бір қалған деген сияқты. Сондай күйде болды дейді әскер. Күл талқанып Алла тағала. Соны көркем сипаттағанда жаңағыдай жерінген дастархан немесе не сияқты теңестірген дейді. Әрбіріміздің өмірімізде қарыз, дерт, жанның мазасыздығы, тығырыққа әбден тірелу, шарасыздық секілді түрлі сынақ жағдайлар орын алары сөзсіз. Өміріңізде аталған проблемалар азайып, берекесі артуын қаласаңыз, әр күн сайын пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам махаббатыңызды арттырып, ықыласты әрі тұрақты түрде салауат айтып жүріңіз. Бұл тұрғыда сіздерге халық арасында бестселлерге айналған Шамаил Мухаммадия және сырға толы салауат атты қос еңбегіміз керемет көмек болары анық. Қос кітапты қатар оқумен Аллах елшісіне деген махаббатыңыз еселеніп, рухани тұрғыда байи түсетін ерекше жан тыныштығын сезіне отырып, сүннетті сүйіп жасайтын жаңа деңгейге көтеріліңіз. Екі кітапты бірге алушыларға ерекше сый қарастырылған. Толығырақ білу үшін сілтемеге өтіңіз. Үлгі тұтар тұлғасын таппай жүрген қоғамға идеал адамды бірге насихаттайық. Және осы жерде бізде білесіз ғой, Нұржан ұстаз бізде Құран тәпсірлерінде мұнасабат деген бар да. Алла сонда қасиетті Құрандағы сөйлем арасында байланыс болуы. Енді бұл енді жеке ілім, бізде тіпті неде Әл-Асқарда сондай бір семестр оқығанбыз, мұнасабат қыстышы. Сабар, Хуруф, мұнасабат, суар соны оқытатын еді. Сол жерде осы Фил сүресі мен Құрайш сүресінің арасында мұнасабат байланыс айтатын болсақ. Енді Алла Тағала Филді аяқтады, біз оларды желінген егіс алқап сияқты қалдырып кетті. Келесі аятта Алла Тағала ли иляфи Құрайш. Бізде негізі тарил ғой, үшін деп. Себебін білдіреді. Осы жерде байланысты айтып кетсек. Енді жалпы жаңа айттық қой, негізі Құрайшты Құрайш қылған нәрсе не болды? Каба болды. Яғни Кабаның сақталып қалуы Құрайштың абыройының, беделінің сақталып қалуына тікелей байланысты. Сол себепті Алла Тағала бірінші не істеді? Алла Тағала өзінің берген үлкен нығметін баяндап алды да, яғни сендерді біз сақтап қалдық. Неден сақтап қалдық? Құрдымға кетуден сақтап қалдық деді. Кабаны сақтап қалумен деді. Одан кейін не деді? Алла Тағала Құрайш сүресін бастаған кезде ли иляфи Құрайш. Не үшін? Ли иляфи, яғни Құрайш қабиласы немесе тайпасы емін еркін аман есен өмір сүру үшін дейді. Иляф дегені сол. Ульфа, яғни тыныш, тату, рахаттан өмір сүру үшін істеп қойдық дейді. Тіпті имам Табари айтады, негізі екеуі бір сүре болған деген. Кейбір сахабалардың пікірі бойынша Құрайш пен Фил екеуі бір сүре болған дейді. Кейіннен ажыратылған, немесе мынау Мусхафул Усманиде екіге бөлініп жіберілген деген, жаңа құда Тауба мен Анфалда бір сүре болған деген сияқты ше. Енді сол жерде де Алла Тағала ли иляфи Құрайш иляфихим рихлата шита уас-сайф дейді. Алла Тағала осы жерде тағы да Алла Құрайшқа берген нығметін ескертеді. Білесіздер, Құрайш тайпасы неде? Қыс пен жазда екі жерге, Йемен мен Шамға не жасаған? Сауда жасаған. Не үшін сауда жасаған? Өйткені Құрайш жалпылама Мекке халқы ешқандай егін еге алатындай жерде болмаған.
олардың негізгі кәсібі, яғни негізгі ақша табатын нәрсесі не болды? Сауда. Тек қана сауда болды, саудагерлер болды. Олар қыста, мысалға қазір ұмытып тұрмын, Шамға жазда Йеменге ма солай сапар жасайды. Сапардан мақсат яғни тижара ғой негізі, бизнес, яғни ар жақтан затты алып келеді да, мысалы Шамнан затты алып келіп оны Йеменге апарады немесе Меккеде сатады. Негізі бұл жердегі Алла Тағаланың айтып жатқан бұл не үшін бұны ескертіп жатыр десе, өйткені Құрайыштың қафиласы, яғни Құрайыштың керуені шықса, араб елінде арабтардың ешбірі оған не тиісе алмайды екен. Себеп неге? Өйткені Каба. Өйткені олар қасиетті жердің иелері, яғни қасиетті адамдар. Енді жарайды қасиетті емес деген күннің өзінде де, мысалы кейбір адам ол қасиеттілігін мойындамай, оларға зұлымдық жасап, немесе олардың керуендеріне шабуыл жасайтын болса, ол бәрібір бір күн оның ұрпақтары болса да неге келеді? Кабаға қажылыққа келеді. Өйткені арабтарда, тағы соны ескертіп өту керек, пайғамбарымыз келуінен бұрын негізі арабтар Меккеге қажылық жасау үшін барған. Кейбір шариғатқа қайшы ширк амалдарда болған, бірақ жалпылама арабтарда қажылық деген нәрсе болған. Демек, арабтар өзінің немесе келешектегі ұрпағыны ойлап, кімнің? Құрайыштың несіне керуеніне тиіспейтін болған. Демек, Алла Тағала сол жерде де ескертіп жатыр. Сендерді Құрайыш, яғни бұлай керіліп, қыста да жазда да ешкімнен қорықпай сауда жасап жүрулерің жолда дейді. Ол не үшін? Анау Каба үшін дейді. Сол себепті аятта не дейді кейін? Соңғы айтты. Фалиабуду рабба хадал байт дейді. Болды, сендерге осынша нығметтерді бердік. Яғни сендерді біз бірінші қорғап қойдық, Абраха және оның әскерінен. Екіншіден кейін емін еркін ешкімнен қорықпай сауда жасайтындай, жолда ешкімнен қорықпайтындай қылып қойдық. Яғни сендерді біз өзіміз қорғап қойдық. Бірақ қорғалулардың себептері негізі олар мүшрик еді ғой. Мүшрик болса да олардың дәрежесі болғандығы үшін емес, Каба үшін болды да. Сол себепті не деді Алла Тағала? Фалиабуду рабба хадал байт. Мұны осы байттың иесіне есіңдер ғибадат құлшылық жасаңдар, яғни тек қана осы Аллаға, осы байттың иесіне құлшылық жасаңдар деді. Қадірін біліңдер деді. Демек, бұл жерде Құрайш қылған нәрсе ол не болып тұр? Каба, Алланың үйі болып тұр. Жаңағы Нұржан ұстаз сабақ ненің басында да, сұхбаттың басында да айттық қой. Алланың мынау Каба не үшін Каба болды, немесе не үшін бұл мушарраф, мукаррам, яғни қасиетті болды? Аллаға тиелген үшін. Солай емес пе? Нисба илалла, яғни Алланың үйі, Байтулла, яғни Алланың үйі болғандығы үшін да. Демек, Құрайыштың абзалдығы ол не? Аллаға жақындығы болып тұр да, негізі. Алланың үйіне иелік еткенінден болып тұр. Жалпылама сол бағаланыстасы. Тағы да айтатын мәселелеріміз бар еді, бірақ сіз жаңағы біз соңғысын айтасыз, жаңағы маңызды нәрсе айтып сіз дәріл мафсадан жәліл маслаха. Енді осы жерде кейбір ғалымдарымыз айтады, мынау реттілігі бар ғой, Нұржан ұстаз, қарсаңыз мынау бірінші Фил суресі келіп тұр да, оның артынан не келіп тұр? Құрайыш сүресі. Фил сүресінде не баяндалды? Фил сүресінде Алла Тағала нені? Құрайышты жамандықтан сақтап қалғанын айтып тұр. Құрайш сүресінде Алла Тағала оларға берген нығметін айтып тұр. Яғни екі нығмет. Біріншісі қорғау, екіншісі жаңағы амандық. Демек екі. Бір ғалымдарымыз айтады, бұл жерде негізі мынандай ереже бар ғой, негізі қауаидта да дарул мафсада мұқаддамун аля жалбил маслаха. Яғни адамға жететін зиянды алып тастау немесе зияндан қорғау оған жететін пайданы алып келуге қарағанда жоғары тұрады. Демек, Алла Тағала да бұл жерде нені меңзеп тұр? Мен сендерді екі нығметімді де бердім. Өйткені, білесіздер, мақасиди шариада негізгісі ол не? Жалбул маслаха ва дарул мафсада. Ал-Айз ибн Абдиссалам айтады ғой, негізгі шариғаттың негізгі мақсаты ол адамдарды жамандықтан қорғау, жақсылықтардың барлығын алдына алып кеп қою. Негізгі. Демек, Алла Тағала Құрайышқа осы екі нәрсені мен сендерге толық бердім ғой деп тұрды. Яғни сендерді мен жамандықтардан қорғадым, әрі сендерге амандық беріп, нығметімді беріп қойдым. Бұл бұдан артық не керек енді сендерге? Фалиабуду рабба хадал байт. Енді осылай осындай екі нығметімді толықтай бердім ба? Демек, болды осы байттың иесі, яғни Алла Тағалаға құлшылық жасаңдар. Өйткені Құрайыштықтар не үшін сол жерде еще рабба хадал байти деп тұр да? Өйткені Құрайыштықтардың өздері де Алла Тағаланың осы бәйттің иесі екеніне мойындаған. Яғни ол Құрайыштықтар мүшрик болғанмен бірақ Аллаға иман келтірген адамдар болған ғой.
бірақ пұттарды не істеген, серік қылған. Иә. Яғни демек негізгі Құдай, сендерді қорғаған Құдай, осындай неғметтерді берген Құдай ол кім? Сендер ең үлкен Құдай деп айтатын ол кім? Осы бәйттің иесі. Кім? Ол Алла Тағала. Иә. Негізгі. Әдемі. Алла разы болсын. Кім Нұржан Саз, кім Ғайзин Абдусалам кітабында Фавайдул Бәлуа Михама Фитан дегенші. Алла Тағала адам басына түсірген бәлекеттердің, қиыншылықтардың пайдасы депші. Сол жерде Алла Субхану Тағала кімді Ибрахим пайғамбарды әйелін Сара анамыздың өзіне күң қылып алады, құлдық қалады ғой. Содан оған кімге Ибрахим пайғамбарға Ажар анамыз сыйлыққа түседі. Ажар анамыздың берілуі кейіннен Исмаил пайғамбардың келуіне себепке болды. Ал Исмаил пайғамбардың келуі кейіннен ол Мұхаммедтің келуіне себепке андай айтады да, бізге бір көрінген қиыншылық артынан үлкен пайда бар деп. Сол сияқтан Алла Тағала нені Қағбаны қорғап қалуы Құрайыштар үшін оның өзі үшін емес, оның ар жағында кім үшін сияқты Мұхаммедтің дүниеге келу сияқты. Бізде неде бар ғой шариғатта ма хасуна лимана фи ғайнихи ма хасуна лимана фи ғайрихи, кей нәрсе бізге бірден емес ар жағында көрінеді деп. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бүкіл жағдай сол Алла елшісінің дүниеге келуіне дайындалған сияқты. Реттелген Алла Тағала қорғағанда бір тамаша подкаст болды деп ойлаймын. Нұржан ұстаз, Алла разы болсын, шаршап отырсаңыз да уақытыңыз бөліп подкастымызды үзіліп қайтадан бастан бастап шаршап, сіздің ықыласыңыз қашып кеткен жоқ қой. Арман шаршап жатқан жоқсыз. Жеңгеміз звондап жатқан жоқ. Ерте тұрамын да мен. Кешіресіз Нұржан ұстаз. Құрметті көрермендер, баршаңызға Алла разы болсын. Біз бүгін подкастымызды осымен тәмамдаймыз. Алла ұстаздарымызға разы болсын. Істеп жатқан жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге Нұржан ұстаз Алла жеңіліп берсін, жақсылық қорғап кетіңіз. Нұржан ұстаз Алла жеңіліп берсін, оқушылық қорғап бәрін бітіріңіз, Алла жеңіліп берсін. Алла шәкірттерімізге күш қуат берсін. Құрметті көрермендер, осымен подкастымыз тәмам болды. Енді бірнеше өте маңызды жайттарға деталіне кіріп, тоқтап, ашықтап өтті деп ойлаймын. Өміріңізге қолдануға мүмкіндік беретін жағдаяттар айтылды. Келесі подкастымызды жолыққанша амандықта жолығу нәсіп етсін. Егер осы подкаст түсіру барысында кейбір мәселе түсініксіз болып қалған болса, комментарий жазсаңыздар болады. Иншалла оны жауап беруге тырысамыз. Және бағана Нұрслан сөзім айтып өтті. Кейбір мәселе ашық болмай қалған болса, докатса түсінбей қалған болсаңыздар, жазсаңыздар жауап беруге тырысамыз. Сонымен қатар құрметті бауырлар, біздің подкастымыз ол пайғамбар өмірбайын айту арқылы сонымен қатар кейбір ақидалық, кейбір фиқи, кейбір хикмет мәселе ашықтау болады. Сол себебі біз кейбір моменттарға ұзағырақ кіруіміз мүмкін. Бүгін мысалы үшін бала емізге қатысты мәселе, немесе тілге қатысты мәселе айтқанымыз, өйткені тереңірек маңызды болған дүниелерге кірдік, жан-жақты ашықтады деп ойлаймын. Сол себепті біздің подкасттар желісі өнегелі өмір иесі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ізі арқылы жүріп, сол жерден хикметтерін даналық теріп, өмірге қолдануды сіздерге көрсету мақсатымыз. Құрметті көрермендер, иншалла біздің мынау подкастымыз кейбір мәселелер сіздерге түсініксіз болып жатқаны, енді ол түсінікті жағдай, енді табиғи деп ойлаймын. Себебі біздің подкастта енді көбірек біз әрбір сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын бастан аяқ бір егжел-тегжелдей баяндау емес. Біздің негізгі мақсатымыз жаңағы подкастта тақырыбында айтылғандай өнегелерді алу. Яғни бұны араб тілінде фиқх сира деп айтылады. Яғни пайғамбарымыздың өмірінен, өмір баянынан өзімізге керекті, өмірімізге қажетті болған мәселелерді алу негізі. Сол себепті сіздерге кеңес беретін едім. Жалпылама бұл подкастты көруден бұрын немесе осы подкастпен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын оқуды. Енді бұл пайғамбарымыздың өмір баяны жайлы қазақша бірнеше кітаптар бар. Барлықтары жақсы, иншалла. Соңғы кезде өзіміздің кейбір ұстаздар тарапынан аударылған Мұхаммад Ғазалиның фиқх сира деген кітап бар. Сол кітапты оқысаңыздар да болады, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы Мұхаммед адамзаттың асыл тажы деген кітап бар. Қай кітап болса да жалпылама пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын бір оқып алсаңыздар, біздің жалпылама айтып жатқан тақырыптарымыз жақсырақ түсініктірек болады деп ойлаймын. Иншалла келесі подкастта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның енді сол Абу Талиб өзінің көкесінің қолында қалуы, сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай кәсіп жасады, пайғамбарымыз сол үйленгенге дейін қандай кәсіппен айналысты деген тақырыптарды, сосын пайғамбарымыздың ең алғашқы әйелі Хадижа анамызға үйленуі жайлы иншалла сөз қозғайтын боламыз. Баршаларыңызға рахмет, Алла разы болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті жамаат, бүгін негізі жақсы подкаст болды. Біраз нәрсе дүниелер айтылды. Негізі жаңа
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүт анасы жайына және қай жаққа барып тәрбиеленді, ол жерде алынған хикметтер, нығметтер, негізі болып жатқан оқиғалар жайында егжей-тегжейлі ұстаздарымыз баян етті. Және сонымен қоса біз ақидалық тұрғыдан және фихи тұрғыдан бұл мәселелерді қарастырдық. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі өткен тақырып маңызды деп ойлаймын негізі. Үлкен кәдімгі нүктелер көрсетілді, мынандай дәрежеде бұл мынандай үкімге ие деген сияқты анық бәрі ашылды деп мен өзім ойлаймын. Сондықтан да құрметті жамағат, бұл подкастты маңызды көру керек деп ойлаймын мен.